Қайырлы күн. Бүгін менің YouTube арнамның алғашқы қонағы жетіген аспабын насихаттау жолында еңбек етіп келе жатқан жас ғалым әрі ұстаз Қорлан Картембаева. Қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет шақырғандарыңызға. Сұхбатымызға келгеніңізге өте қуаныштымын. Бірінші сұрағым өзіңіз жайлы. Сіздің өнер жолына келуіңізге кім себепкер болды? Енді шыр етіп дүниеге келгеннен кейін әр бала үшін оның ең ұлы ұстаздары ата-анасы болады. Ата-анасы қандай тәрбие берсе, қандай орта берсе, ол сол ретпен, сол өріспен дами береді деп ойлаймын. Алғашқы ұстазым менің әкем. 5-6 жасыма қолыма домбыра ұстатқызып, гитарамен шертіп билеткен де сол әкем деп ойлаймын. Және 5-6 жасында сол енді алғашқы әнім сол апам тойға кеткенде деген бір кішкентай мелодия болатын. Соны өзін меңгергенім маған ол музыка өнеріне деген жолды ашып берді десем де болады. Кейін осы домбыраны қолыма ұстатып, арғарта дамытқан Райхул Молдыбеков деген ұлы ұстазым, ол үйірменің жаңағы керемет ұстазы болды, сол домбыра үйірмесінің. Осы ұстазымның бір методикасын айта кетейін. Бұл кісінің бір методикасының ерекшелігі, ол ешқандай нотасыз үйрететін, наслух дейді ғой, яғни құйма құлақты тәрбиелейтін домбырадан. Оның үйреткен күйлерін мен тіпті домбыраны тастап ойнап кетсем, тастап кеткен өзінде де ол күйлерін ешқашан ұмытқан емеспін. Домбырада кез келген уақытта да ойнау мүмкіндігі бар, және техниканы дамытуда ол үлкен үлес қосты. Мысалы 5-6 жастағы бала болсын келсін, 10 жастағы бала болып кетсін, бәріне бірдей қарайды, бірдей дисциплинамен 3-4 айдың ішінде техникасын үлкен жоғары деңгейде өсіріп, сондай бір ерекше ұстаздық күші болған ол кісінің. Кейін сол кісі маған Жұбанов мектебіне барып, арғарта музыка жолын жалғастыр дегенде сол кісі болатын. Содан кейін мен қобыз мамандығын меңгердім. Қобыз мамандығына Төрехан Жанабергенов деген ағайым болды. Ол қобыз аспабын ұстауыма, меңгеруіме түрткі болды. Және осы үйірмеде де мен бір апайымыз, біздің кенжегі апайымыз қобыз аспабын алғаш ұстатқан. Арғарта кәсіби ретінде осы Төрехан ағай маған үлкен жол көрсетті. Содан кейін жетігеннен Нұргүл Жақыпбек деген апайымыз. Әрине, ұстаздың, әр музыкант үшін ұстаздың орны өте ерекше. Иә, әр ұстаз ол кез келген музыканттың музыка саласындағы өміріне үлкен ықпал етеді. Ал жетіген аспабын меңгеруге қалай мүмкіндік туды? Адамның өзінің музыкалық талғамы, ойы бәрі өзі аспапқа сәйкес келу керек деп ойлаймын. Домбыра аспабын да жақсы көремін. Домбыра аспабы да өте керемет. Ол дисциплинаға тәрбиеледі, техникаға тәрбиеледі. Бірақ жаныма жақын өзі жетіген аспабы болды. Себебі оның бір магиялық дыбысы мені сондай баурап алды. Осы аспапқа келген Нұргүл Жақыпбек, және магиялық демекші, енді әр адам өзінің сенімі болады ғой. Сол жетіген аспабына қалай барам деп жүрген кезімде, 3-ші курста бізді қосымша аспаптарға, топтарға бөлетін. Сол кезде бір ерекше бір түс көрдім. Сол түсте, сол түс маған үлкен бір өміріме үлкен өзгеріс әкелді. Жаңағы айдалада көп аспап жасап жатқан шеберлерді көрдім. Сол шеберлердің бірі, үлкен кісі, маған осы таңдап алған аспабымда, осы жетіген аспабын саған берем деп, жақсы бір әдемі жетіген аспабын берді. Сөйтіп оянып кеткен екем. Содан кейін бірақ білмедім, қалай оны үйренем, не деген сияқты, қалай неден бастайын, себебі аспап кім үйретеді деп. Сөйтіп күндердің күнде сол факультативте ретінде мені бөле бастады, не сасырнай, не жетіген деп 2 топқа. Сонымен жетігенге бөліп жіберіпті, мен оны білмеппін. Содан кейін ақырын үйрене, сол түсім кейін есіне түскенде өте қуандым. Содан кейін барып арғарта дамытып, енді қазір насихаттаушы ретінде жүрміз. Ахмет Жұбановтың маған сөздері есіме түсті. Орындаушысы табылғанда ғана күй өміршең деген. Осы сөздер тура сізге арналған сияқты. Рахмет, енді әр орындаушының өзінің бір ерекшелігі бар ғой. Домбырадан да жақсы орындаушылар бар, қобыздан да жақсы орындаушылар бар. Ол орындаушы біріншіден аспабын сүю керек. Аспабын сүйген кезде ғана ол бір белгілі бір дәрежеге жетеді. Өзінің армандаған дәрежесіне жетеді. Ол арман жоғары болуы мүмкін, орташа болуы мүмкін.
Ал сіз республикалық және халықаралық байқаулардың лауреатысыз. Конкурстарға қатысу кәсіби деңгейіңізді көтеруге, дамытуға қандай үлесін қосты? Мен негізі конкурстан ең алғаш қатысқан кезде құлақ қалғам негізі қобызбен қатысқан кезде. Содан бері конкурсқа қатыспаймын деп өзіме ант бергем, серт бергем. Себебі ол конкурс деген белгілі бір эмоциялық не ол, қиындық тудырады, жылайсың, күйінесің деген сияқты. Біреумен тартысасың, жылытасың. Жаңағы өзінің техникалық мүмкіншіліктерді көрсету үшін где-то 10 сағаттай жұмыс жасайсың деген сияқты. Бірақ енді осы жетігенмен маған үлкен сәттілік туды. Мәңгілік сарын деген конкурста бірінші орын алдым. Бірақ ол конкурста оңай болған жоқ, қарсыластарым да болды деген сияқты. Ұстаздардың қолдауымен маған дайындалтқызып, бірақ өзім сенген жоқпын. Әйтеуір бір Алланың көмегі шығар, қолдау шығар деп ойладым сосын. Жетіген аспабы қатысатын конкурстар, фестивальдар бар ма? Қазіргі кезде енді өте аз, бірақ дегенмен аспапты қосып жатыр. Оған атсалысып жатыр. Шабыт халықаралық фестивалі осы қазір өте жақсы дамып жатыр, осы жетіген аспабын насихаттауда. Жетіген аспабы домбыра және қобызға қарағанда кең таралмаған, бірақ соңғы кездері мен үлкен сахналарда, концерттерде жетіген ансамбльдерін көріп, естіп, қуанып жатырмыз. Сіздер енді жетіген аспабының дамуын қолға алып жатырсыздар. Қазақстандағы алғашқы жетігеншілер жайлы айтасыз ба? Жетігеннің ең алғашқы осы дамуына үлес қосқан біздің керемет ғалымымыз, этнограф, музыкатанушы Болат Сарбаев болды. Болат Сарбаевтың арқасында осы аспап қайта 20 ғасырда жанданып дүниеге келдік десе де болады. Алғашқы орындаушылар Талғат Сарбаев деген ұлы музыкантымыз біздің қазақ елінің. Мақанов деген, Шахбану Қылышбаева деген кісі, Сәуле Мерекеева деген, Еділ Құсайынов, Нұргүл Жақыпбек деген. Бұл кісілер енді алғаш ансамбльге отырып, жетігенді халыққа танытып, насихаттай бастады ғой. Сол арқылы ақырын дараланып, өзі сольный аспап ретінде шыға бастады. Енді бұл жетіген аспабының репертуары шын керек жоқ. Біз оны сыбызғы күйлерін өңдейміз, домбыра күйлерін өңдейміз. Арнайы жазылған шығармалар жоқ. Дегенмен біз өзіміз шамамыз келгенше жазуға тырысамыз. Ал ғылыми тұрғыдан аспаптың тарихы қаншалықты зерттелінді, қандай жұмыстар атқарылуда? Ғылыми тұрғыдан болса, бұны әлде көп зерттеу қажет. Себебі бұл аспап тек қана қазақ елінде емес, түркі халықтарында бүкіл әлемде тараған аспап. Бұл аспаптың тарихына үңілетін болсақ, көне Шумер дәуірінен бастап орын алады. Және Египеттегі, Месопотамия жерлерінде, сонымен Шығыс Европа, барлық елдерде бұл аспаптың ата тегі тұр. Оны біз мысалы көне арфадан байқауға болады. Және көптеген аңыздар бар. Сол қазба деректерінен табылған көптеген деректер бар, археологиялық. Кифара, арфа деген аспаптар. Сол арфадан негізі тарайды деген тұжырымдар бар. Енді ғылыми жағынан біз зерттеп жатырмыз, шамамыз келгенше. Сол еңбектер жазып жатырмыз. Бірнеше халықаралық конференцияларға қатыстық. Шанхайда өткен, осы 2013 жыл өткен үлкен конференция болды. Дәстүрлі музыканы дамыту жайлы. Сосын Анкарада, Стамбулда, Түркияда 2015 жылы өткен халықаралық дәстүрлі конференция болды. Сол кезде осы мәселені қолға алдық. Шамамыз келгенше аспапты насихаттап, сол жерде 100 шақты ғалымдардың алдында біз енді тырыстық өзіміздің дәстүрімізді қорғауға деген сияқты. Маған бір ой келіп тұр. Неге біз Қазақстанда осы жетіген аспаптар тектес дейді ғой, түбі бір шығар, түркі халықтарында осы аспап бар ғой. Сол аспаптардың орындаушыларын шақырып конференция жасап Қазақстанда дамытып, концерттер, фестивальдар ұйымдастыруға болатын шығар. Өте жақсы ой, негізі өте жақсы ой. Ондай бастама жасамас үшін бізге сол біріншіден қаржы жағына көмек керек, содан кейін оны ұйымдастыратын ұйым керек, арнайы организация дейді ғой. Егер сондай болса, онда тіпті жақсы болушы еді. Әртүрлі музыканттар, әртүрлі ғалымдар
келіп бір-бірімен жаңағы тәжірибе алмасып, орындаушылық техникалық мүмкіншілік жағынан ол өте бір жақсы орай болушы еді. Шәкірт тәрбиелейтініңізді білемін. Қандай әдіс, бағдарлама бойынша үйретесіз? Шәкірт тәрбиелейміз. Бірнеше шәкірттерім бар осы мемлекеттік музыкалық мектептерде және колледждерде, консерваторияларда. Сонымен қоса кейде үлкен кісілер де өздері үшін үйренуге келетін адамдар бар. Жеке сабақ беретініміз, онлайн сабақ береміз деген сияқты әртүрлі формада. Жетіген аспабын үйренгісі келетіндерге қандай кеңес бересіз? Жетіген аспабын үйренем деген жаңа ниет болса, кез келген адам үйренеді. Ең біріншіден ниет болу керек, екіншіден музыканы жақсы көру керек, және де жақсы уақытын орналастыра білу керек деп ойлаймын. Барлық аспап үйренушілерге де қатысты. Жалпы сол кезде ғана сәтті үйренуге болады деп ойлаймын. Ал осымен менің сұрақтарым тамамдалды. Мағыналы және терең жауаптарыңызға көп рахмет. Ал сіздерге бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.